Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Көптен бері видео шығармадым, себебі қолдың тимей жатырғанына кешірерсіздер. Бүгінгі видео туралы айтсақ, бүгін колхозники.ру дейтін сайт туралы болады әңгіме. Себебі кешегіде мен соңғы видеода Кармин дейтін приложение туралы салғам. Сол приложениеме жұмыс жасау туралы. Енді мысалы айта кететін болсақ, колхозники.ру, Google-ге жазасыздар. колхозники.ру, мұне таңдадық. Енді бұл сайтты қазір мен түсіндіріп өтем. Кірдік бірінші тұрған колхозники дегенге. Бізде мен мұнаны дейтін версия пыққан алып тастайын. Бізде міне осылай ашады. Примерге айтайын бұл сайттың ерекшелігін. Toyota, например, таңдадым. Енді мына жерде айта кететін нәрсе, Алдата дейтін приложение бар. Приложение ол компьютерде. И памяті почти 1 терабайт. Почти. 900 бірдеңе гигабайт походу мендегі бар үйде. Одан кейін Mitchell дейді. Ол да тоже приложение, тоже схема. Toyota Lexus EVO-да 2024 дейді. Мен чисто қазір Алдата туралы айтайын. Жалпы Алдата дейтін, жаңа айтқандай, почти 1 терабайттай приложение, электросхема жиналған, машиналардың электросхемасы жиналған приложение. Енді мен сіздер 1 терабайт қылып оны сатып алып, памятке сыйдыра алмай бәле қалып жатпас үшін, именно осы сайттың ішінде почти онлайн қылып беріп қойған. Біз, например, Алдата дейміз. Қазір күте тұрыңыздар. Енді мне доступны разделы дейді. Руководство по обслуживанию, ремонту и электросхема дейді. Біз міне diagnosis and repair дейді. Мен енді конкретно айтайын, ағылшынша суда емеспін. Модельный год дейді, яғни примерно айтайын, мен 2010-ның қандай машинасы деп айтсам болады. Так. Бізде енді қазақтар Toyota дейді. 2010-ның Toyotасы. Toyota'да и Camry таңдайын. Мен сіздерге примерно көрсетіп отырмын. Бұл жерде толық болмауы да мүмкін. Одан кейін двигатель. 2.4, 2.5, 3.5 дейді. Маған примерно 2.5-ті алайын. Сосын выборотты басамыз. Біз бастық. Енді сіздерге міне мынандай болып алдарыңызға шығарып қояды. Бұл енді ағылшынша болғандықтан түсінбеулеріңіз мүмкін. Мына шеттегі шточкадан басам да перевести деймін. Қазір бұл бәрін орысшаға аударып берді. Менің хром орысша болғандықтан орысшаға аударып тастады. Қазақшаға да қойып алуға болады негізінде. Бірақ менде орысша тұр. Енді например, примерге мен сіздерге тағы не түсіндіргім келеді. Мысалы, запуск и зарядка дейді. Одан кейін датчики и переключатели дейді. Мысалы, батарея дейді. Система зарядка. Примерге система зарядка. Диаграмма дегенге барам. И электросхеманы басам. Менде мына жерде электросхеманы шығарды. Мен енді жақындатып, алыстатып қарауым үшін мен бұны компьютерлік версияға қойып аламын. Міне қазір менде компьютерлік версия ашылып жатыр. Енді қазір түсіндіре кетейін, бұның бәрі не үшін деген сұрақтар келуі мүмкін. Енді мен сіздерге түсіндіре кетейін. Бұның бәрі не үшін десеңіздер, примерно әркімнің басына бермесін. Например, машиналарды өрт шығады, проводтар, мысалы, бірдеңеге тиіп кетеді ыстық затқа. Или сырт ашылады, или провод сынады, и өртенеді, мысалы, түрлі жағдай болып жатыр ғой. Сол кезде мұны өртеніп кетті деп, автоэлектрикке барсаң, примерно өртеніп барған машинадан
жоқ өлдім дегенде 30-40 мың теңгеңді алады. Например, мына жерде 4 провод еріп кетсе де. Енді мен сіздерге түсіндіре кетейін. Міне батарея бізде аккумулятор. Одан кейін main дейтін бізде главный предохранитель. Одан кейін екіге бөліп қойған, тоже предохранитель 120 ампер, 175 ампер дейді. Енді бұл ақ пен қарамен тұр. W дейтін. Бұлайша қарағанда біздің W-іміз ағылшын тілімен айтқанда W white дейтін мағына, white дейтін, қазақшаға аударғанда ақ түсті деген сияқты. Ақ деген сөз black дейтін қара деген сөз. Қазақшаға аударғанда бұл жерде проводтың цветтерін жазып қойған. Енді олар қайда барып жатыр? Основной генераторға барып жатыр. Мынау бізде генератор. Генераторға батарея, мысалы ол black, мына көктің ішіндегі ол батарея дейтін сөз. Одан кейінгі мынау қара цвет уже black, қара түсті деген сөз. Енді мына жерде неше провод келіп тұр? 4 провод келіп тұр. 4 провод келіп тұр. Енді тағы айта кететін жайт 3 дейді. L дейтін провод, L дейтін цвет, проводтың цветі. Ол дейтін engine control module-ға, яғни блок управлениеге барады, яғни компьютерге айтып отырады. Одан кейін JR дейді, мен red екенін білем, қызыл. Қызыл, бізде қазір не шықты, себебі дейтін, мынау бізге платный неге өт дейді, 10 секунд күт деп тұр. Осылай қарайып кетсек, күтесің, сосын қазір жауып тастаймыз бұл қараны. Короче, бұл сатып ал дейді, бұларды ақша тапқысы келеді, түсініп тұрмын, бірақ өте ыңғайлы, жауып тастайсың, қайтадан ораламыз. Мына жерде мысалы қызыл, жасыл болып тұр. Red green походу. Red green болу керек, біріншісі. Одан кейін екіншісі red шығар. Red болса ол қызыл. Бұлар енді қайда барып жатыр? Предохранительге барып жатыр. 10 ампер дейді. 75 ампер дейді. Енді мына жерде сары цветті көрсеңіздер, бұл yellow енді қазақша аударғанда сары дейтін мағына береді бізде. Енді бұл 4 штекер, мысалы бізде міне қазір 1, 2, 3, 4 контакты, яғни 4 контактымызды бұл жерге күшті қылып шығарып қойған. 1, 2, 3, 4 орындарын да как положено тауып алу үшін. Астындағысы ол компьютер үлкен. Тағысында айтқым келетіні, осы проводтардың қайда барып жатырған барлығы көрініп тұр. Ешқандай тупить етудің несі керек жоқ. Автоэлектрик болу дейтін сөз осы схеманы оқып, осы схемамен жұмыс жасау жалпы негізгі основной несі автоэлектриктің несі сол. Бізге курсқа жазылсаңыздар да осы курста схема оқу. Сіз мысалы дейтін осы жерде проводтардың қайда келіп, қайда барып жатқан бәрін көріп тұрмыз. Мысалы, например, бұл жерлер өртеніп проводтар ағып кетсе де, сен уже жалғай бере аласың. Тупить етпей, ауышпай деген сөз ғой. Оны автоэлектрикке барсаң, примерно осы 4 проводыңа алады нормально тиыныңды. Бетіңе күліп отырып, қатырам деп, осы схеманы шығарып алады да, пытырлатып жалғап береді. Примерно басқа проводпен жалғап беретін болса да, уже қайда барып жатыр. Мысалы, штекер көрініп тұр. Проводтардың қаяқтан келіп жатқан көрініп тұр. Мына жерде проводтар өзгерген, например. Диодқа барады. Барлығы көрініп тұр. Сен оны өзіңде істеп аласың. Автоэлектрикке барсаң, именно осыны қарап, осыған мән беріп, саған жалғап береді. Бізде тағы да айтайын, бізде курс 30 мың теңге. Енді бұны жерде айта беретін болсақ көп, не керек жаныңа, бәрі бар. Мына жерде мысалы реле модуль дейді.
реле модульдің ішінде пуски, зарядка примерно бізге керек нәрселер. Реле стартер, локация дейтін бар. Бұл жерде барлығы тұр, қарасаңыздар. Қазір міне ST дейтін уже релей ST дейтін. Бізде стартер дейтін сөз. IG2 дейтін уже дейтін замок, после замок дейтін сөз мысалы. Айта беретін болсақ. Осы сияқты айтайын дегенім барлық нелердің схемасында, барлық машиналардың предохранитель болсын, басқа да заттардың барлығын осы сайттан қарауға болады. Көргендеріңізге рахмет, каналға жазылайық, курсқа жазылайық. Курс құны 30 000 теңге. WhatsApp-тан көмек керек болатын болса, 747 390 1449. Одан бөлек курсқа жазылатын болсаңыз да, осы номерге хабарласыңыздар. Рахмет.